бүгінгі сайысымызға қатысып отырған әжелерімізді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Нөмір 1-ші әжеміз Жұмабекова Мәкен әжемізге қол соғып құрметпен ортаға шақырамыз. Жақупова Ақмарал әжемізді ортаға шақырамыз. Қошемет көрсетіп отырыңыздар. Нөмір 5-ші Жақупова Ақмарал, 5-ші Бейтүсіпова Жұмабала әжемізді ортаға шақырамыз. Қошемет беріңіз. Нөмір 6-ші Нұркеева Ғалымгүл әжемізді ортаға шақырамыз. Нөмір 7-ші Үмекешева Дана әжемізді ортаға шақырамыз. Нөмір 8-ші Мыңбаева Есенбала әжемізді шақырамыз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бүгінгі сайысымызға 8 әжеміз қатысып отыр. Жолдарыңыз ақ болсын, бастарыңызда бақ болсын. Қол соғып қошемет көрсетіп, әжелерімізді сахна-сахна шығарып салайық. Ал біздің әжелеріміз дайын болғанша бүгінгі сайыста бақ сынасар, бас жүлделі өнерлі тапқыралар дегендей сайыстың әділ бағасын беретін қазылар алқасы мерекеміз құтты болсын. Бүгінгі Наурыз мерекеміз. Бүгінгі сайысқа жиналған қауым сәтті болсын, сәттілік тілеймін. Енді сөз сөйлейін, өзімді таныстырып. Менің есімім Мәкен. Руым тобықты жайлау болады. Әкем Бүйханбай тегі Бөрлібай қызы боламын. Келін болып түскен жерім Кернейдің ішінде шаң болады. Атамның Жұмабек тегі Әбдіғас келіні боламын. Енді өзім отау есі болып тұрғанымызға 64 жыл өмір сүріп, 1 ұл, 3 қыз әкеліп, бәрі де жоғары маман егерлері. Енді 10 немере, 10 шөбере көріп отырған әжемін. Өзім 1945 жылы туып өсіп, осы Балқаш қаласында. Балқаш кен металлургиясында еңбек еттім. Балқаш кен металлургиясының лабораториясында, экспериментальный группасында, электролиз арқылы алатын мыстың процесінде 32 жыл еңбек еттіп, зейнеткерлікке шықтым. Рахмет, қошемет беріңіз. Бейіп қойған бәріменде әйел арын. Шын сыналған жүйрікке мін болмайды, ақылы озық біреуге күн болмайды. Келіні дана болған қазағымның ұлдары өзге елде құл болмайды. Көпшілік менде өзімді сынға салдым, ұлықтап қазағымның дәстүр салдым. Топтан озу мақсатым болмаса да, әже болу мақсатым парасатты. Әйгілі Жидебайды батырдың ұрпағымын, қыз өсіріп жатқан анамын мен. Ұрпақ тәрбиелеп, ұстазық еткен Сатанова Шакизатпын. Көп айтып, өз жайымды не қылайын, өнерімен одан да таңғалдырайын. Кішіге үлгі, үлкенге өнеге болып, сахнаның төрінде сән құрайын. Наурыздың хабары деп даламызға, мұз деліп жел құсанды даламызда. Салт дәстүрін халқымның дәріптеуге, әжелер жиналып тұр сахнада. Бүгінде заман басқа, дәстүр бекем, басымды иіп баршамызға сәлем берем. Тілектес боп қол соғып демеңіздер, ел жұртым құтты болсын әз мерекең. Атақты ақын тәшен ұрпағымын, нәрін жиған бойыма ізгіліктің. Нағашым батыр бабам Жидебай,
Аруақтар қорғап жатыр мені талай. Өзірге 4 қаланың анасымын, бәрі де орындарын тапты бүгін. Әжа атанып бүгін мен масай раймын, қызықтар немеремнің бал қылығын. Балқаш металлотехникалық колледж мұғалімі Күземханова Раушан Құлынбекова, жолдасым Күземханов Ануарбек Отелбекұлы 4 бала өсіріп, 2 немере сүйіп отырған жайымға. Қошеметтеріңіз. Жұмаділ атаның келінімін, Жұмаділ ұлы Тілегеннің жолдасымын. Руым тобықты Ақсақ Сәнбек, Жүкіжан ұлы Манат әкемнің қызымын. Жұмабала есімді 3 қыздан 1 ұлдың анасымын, 3 сүйген 2 немеренің әжесімін. На ойының өрнетеп беретін сол кісі еді ғой. Текеметті бастап қойдық. Ал, көрші білектей беріңіз. Апамыз кемеді ғой. Шақырып жүріңдерші. Анар балалар ойнап жүрген балалар жіберіңдер. Шақып келсін. Көрші келмей қойды ғой. Амансыңдар ма халқым? Амансың ба келіндерім? Мынау сырма ойып атсыңдар ғой, тамаша екен өрнектерің. Ал енді өзімді таныстырып жіберейін. Сөз анасы сәлемдер дана халқым, өмір бойы сыйлап өскен ата салттым, сәлем бердім баршаңа, сәлем халқым, дені сау жүзіңіз бүгін болсын жарқын, таныстырсам өзімнің тегіменен, руым әттеке қиындықтан шегінбеген, Нұркей тегі Жұмақас қызы ғылым күлмін. Өнер мен білімді егіз көрген, ал қарақтарым, носырмақтарым тамаша екен. Апайым қарашын сырмақтағы салған, текеметіміздегі салған ойымыз дұрыс па екен? Дұрыс, тамаша. Рахмет сендерге қалқамдар. Арымыздың атапа жерлерім, дарытқан баршамызға өмірлерін, қуантып шаттық тілеп келіп тұрман, бүгінгі әжелердің сайысына айтайын мен өзімді таныстырып, атадан қалыптасқан әдет қылып, бәйдәулет болады қайным жөнеу, бақытқа жол сілтеген әже қылыбай. Келдік біз бүгін міне сайсыңай, ортаға саламын мен бар көрді-ай. Көрсетіп келешекке үлгі өнер, береді әділ қазай, әділ бағай кел. Жиналған күнгі қауым, әрманымыз қиыны құтты болсын. Көпшіл алдында өзімді сынға салдым, ата-енесім бала салды қызы. Мұның қуанышы, аталарым көл жағасын мекендеген. Әкем ойға жатып
еңбек ері, Ұлы Отан соғысының ардагері, медальдар мен даңқ орденімен марапатталған анам Абдрахманқызы Айтбеке арыққа аттанған еңбек етіп аянбаған, және де саусағынан өнер тамған, алашышыл шоқыр сырнақтырған. Түскен жерім бұрылы мамын қалпы мыңғай аттан мекеге барып, атанған 19-шы ғасыр. Мыңғай өйімбек аңшылықпен айналысқан, енем тұрған дегенісі өмірден өткен, жан тұздасы мыңғай нүктелі, заводта алдыңға қарай еңбек еткен, 20 жыл отасқан, немерелерін көре алмай өмірден озған. Батыр деушеді еңбеккер жолдастары, көкмән деушеді сынақтас достары. Маған анамның өнері танытқан. Көп жылдар қашып болып еңбек еттім, еңбекке алда болдым. Өте бірінші рет қалалық мәдениет академиясында болып жайландым. 2 рет облыстық конференцияға қатыстым. Алтын сыйлап аптасында тұрдым. Елімізде еңбек алған жылдары сауда жасадым. Жеке кәсіпкер болып сауда жасадым. Зейнеткер жасындамын. Әлі де Балқаштың Астам мекемесінде еңбек етіп келемін. Бірінші кезеңіміз өз мәресіне жетті. Екінші кезең ұлттық салт дәстүрінен көрініс көрсету, яғни уақытын белгілеп отырыңыздар, 4 минуттан аспау керек. Ортаға нөмір 1-ші болып өнер көрсететін Мәкен әжемізді шақырамыз, яғни Байғазы дәстүрі. Салт дәстүрді біз кейінгі жастарымызға жалғастырып үйретіп атқан жайымыз бар. Мен бүгін сіздерге Байғазы деген сөздің не екенін түсіндіргім келіп тұр. Бүгін менің бір шөберем жаңадан көйлек киген екен Наурыз мерекесіне. Оны сіздерге көрсетпесем, бүгін баяғыда Байғазы деген болатын, Байғазыны берейін деп тұрмын осы немереге, шөбереме. Nömür 2-ші болып Шәкізат әжеміз, яғни тоқым тағар дәстүрімен қасыңыздар. Бірінші рет Қырғыз еліне нағашыларына барып, оң сапардан оралды. Соған арнап мен сіздерге тоқым тағар тойын жасайын деп тұрмын. Тамаша, осы болсын ойдар, тоқым тағар деген ұлттық дәстүр ғой бұл. Ал ендеше ағайын ашын дастарханына жайлапай жайғасыңыздар. Ой отырар, құтты болсын тойдар, тамаша той болсын. Алағасы той, шәкіртар болсын, жолы он болсын. Бәрекелді. Ал осындай осындай тойда бәрі үйе көрсет, бәрі айтып, үйе демейміз бе? домбыра шертпейміз бе? Ән айтпайды, не болдық бір тойда? Ақыл шағымыз келді, кімдердің бата тілегін алмақшы. Құлыным аусыл келе ғой. Міне, менің немерем. Немере баладан тәтті деуші еді, қызау дұрыс айтқан екен ғой, қалқын. Ал құлыным, осы апаларыңа арнап дайындап жүрген өлеңің бар еді, соны айта қойшы.
Бәсірегі бейін сағалан, атқайын алдым мен бөгім, дәстүр салтын сақтаған, мен қазақтың ұлымын. Бәрекелді құлыным. Ой, оң болсын сапар. Ел азамат болсын. Ата немереңізге бата бермеңіздер. Ал ендеше қолдарыңды жайыңдар. Мен Ернұрыма бата берейін. Беліңе садақ ілгейсің, тұлпар мініп желгейсің. Қиядан жауын көрінсе, көрген жерден ілгейсің. Ел иесі болған ерлерің, құтты қоныс болған жерлерің. Көсеген сенің көгерсін, басыңнан бағың кетпесін, беделің артып өрлесін. Аумин. Амаша, ой тойларды бағайсың, о сенің ғана қайын қайды. Ал менің қайнымның балалары еді осында деп домбыраны шертпейсіңдер ма? Ернұр, жолыңды тамашалап біздің сен ой тойлап жатырмыз. Жақсы болды, бір ескі жақсы болсын, отырғанға не жетсін. Gelіңдер біздің қасымызға отырыңдар. Аға, астайын болыпты, үлкен үйге жүріңіздер, шай ішейік. Ал айналайын ағайын асын. Осындайда дастарханда басында қалғанын жалғастырып, ән айтып домбыра шертейік. Жүріңіздер асқа. Ауыл тұрғындары ерте тұрып, елең алаңына, жасы үлкен адамдарға сәлем береді. Көрші көлеммен бір-біріне жасың құтты болсын замандас, жасына жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай. Аманбысың құлым, бір жаққа ұмтылуыңмен деп тілек айтады. Көрші күні бұрынғы өтпеген ішке шығып, араздық ұмытылады. Көрші көлем бір-бірін шекасына шақырып, имандардың отбасына, ағайын туыстарына амандық, саулық, құт береке тілейді. Көрші тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес, сондай-ақ жасы үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. Апа, бір шалсаңыз бер. Бар бол қарағым, айна алайын, бір жасыңмен. Бір жасқа есеюіңмен, осы жылға аман есен жетуіңмен. Қазақ қашанда дастарханын айрықша қастерлеген. Бұл жоралғы жыл бойы балаларымыз болып жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға тұзақ түспесін деген ниеттен туған. Айтқылар сенде көрістің бе болам?
Iya, көрістім. Төлем атамдарға да кірдім. Анау жиынға келгенде осы жаққа көрісіп шықты. Соларға баратын құлыным, үз болып қалды. Өш үйдің есігін ашуға үлгермей қаласың. Біреуге реніші бар адамдар бұл күн өтпесін ұмытып, ренішкен адамына кіріп көріседі. Сөйтіп арадағы сұлу қарым-қатынастың жібі үзіліп, көрісу күні адамдар бір-бірімен қайта қабысады. Ескі жыл есілтеп, жаңа жыл жарылқасын. Жол құтты болсын. Шаңырақтың ырыс берекеге толсын. Секілді тілектер айтылып, ренішкендер татуласатын, сондай-ақ жарлы жалқы байлар үшін де қарындары мен көңілдері тоқ болып, асыра қарсы айтулы күндердің бірі. Жастарымыз құтты болсын. Ежелден жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы болған әр наурыз қажырлы еңбектеріңізге толағай табыстар әкелсін. Ел тыныш, туған жеріміз аман болып, арайға бәрібір атқан тау шат көңіл, бақыт береке сыйласын. Көрісу мерекесі еліміздің батыс өңірлерінде сақталып, бүгінгі күні кеңінен тарай бастаған. Мереке 14 наурыздан бастап, қыстан аман есен шығып, қауышудың белгісі ретінде тойланады. Міне, осы бір шаттық пен қуанышқа, бата мен молшылыққа толы мерекеде мәре-сәре болған жұрт, жақсылықтың бастауымен жыл басы наурыз мерекесі мейрамын қарсы алады. Ендеше, наурыз келді ағайын, баршамыз ыстық ықыласпен мерекені қарсы алайық. Қоштасу дәстүрі жас келінді аяғы ауырған кезде жасалатын дәстүр. Оны білген енелері, абысындары үлкен дастархан жасап, көрші әйелдерді шақырып, жарық атқырған, шашу шашқан. Ол жаңа келген әйелдер, жаңа жас келіннің аман есен аяғын ауырын алуына тілеген саулық айтқан. Құтты болсын деп, ұсақ шашудан ауыз дейіп, халқы солай қараған. Ағайдың жұмабала жеген күйген атаның шаңырағында терең түс келе жатыр. Құтты болсын деп бір шапалақ ұрып қойыңыздар. Енді қазақтың үлкен бір дәстүрі келін отқа май құйсын. Осы әулеттің барын, базар екетін керемет, келіншек болсын деп, отқа май құйғызу дәстүрі. Қошемет ағайын, қошемет. Ұлыстың ұлы күні келін кетіп жатыр. Ұлыстың күні бақ әкелсін, ырыс әкелсін осы отауға. Бақытты болсын, керегелер кең, аспандары ашық болсын. Елінің қадамы құтты болсын, әже. Шашылған ауыз тиіңіздер. Шаңырағыңызға оң аяқпен аттап кірсін келініңіз. Босағаны оң аяғымен аттап кір. Бақытты бол. Ей, Думанжан, мұнда кеш, бірдеме айтайын. Ата, мен ас ойнап жатырмын ғой.
Мен келе ғой Думанжан, мен саған маңызды бір нәрсе айтамын. Сен білесің бе, ертең үлкен сапарға жол аттанасың. мен нағашыларыма барамын. Думанжан, сондықтан сен ертең үлкен сапарға шыққандықтан біз дүркіретіп алда үлкен той жасаймыз. Ол не? Бұл тойдың аты Тоқымғағар деп аталады. Тоқымғағар деген той, бұл менің немерем, немесе біреудің немересі шыққан кезде, алыс сапарға шыққан кезде, атасы мен әжесі дүркіретіп той жасайды. Сондықтан бұл тойда Тоқымғағар той деп аталады. Сол тойға байланысты мен саған бір сыйлығын бергім келеді. Ол мына қасиетті қамшы. Рахмет, ата. Оны мен саған өз қолыммен жасадым. Және де тағы екінші сыйлығым бар. Ол үшін мен көршілермен өзімнің бәйбішемді шақыру керекпін. Ей, бәйбіше, мұнда келші. Көршілерді шақырмайсың ба? Бүгін немерем алыс сапарға барады. Тоқымғағар тойын жасайын. Көрші боландарым қайда екен? Көрші боландар жаңа жүдет осы жерде. Ей, көршілер. Әжей, қаяқтасыздар, тойға келіңіздер. Ей, көршілер. Тойларыңыз құтты болсын, ұлыстың ұлы құтты болсын. Қаны, қамшың қандай? Кім берді саған ол қамшыны? Менің атам. Ай, жақсы қарайсың. Шалым, сен бір керемет дайындаған, немеремізге керемет сыйлығың бар еді ғой. Тағы екен сыйлығым бар. Ей, жігіттер, ақкендер жақынды. Міне саған тағы да бір сыйлығым. Үлкен сапарға осы атпен аттанасың. Ой, қандай сәйгүлек. Ал атасы, Думанжан, тұратыңдар, мен қорытынды салайын бірінші. Ал. Мына ұзақ сапарға дайындаған. Әй, немерем, жүр Ал атасы, Думанжанды атып отырғыз. Ал атасы бата бере қой, мен шашуымды шашайын. Жолың оң болсын ол. Ал онда бәріміз қолымыз жайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Елімізді ақтап өз. Елімізді ақтап өз. Әрқашанда батыл бол. Ештеңеден мойынба. Елдің ұлы бол. Ортаның гүлі бол. Қай жерде болсаң да жеңісті және де дәмді бола қоялық. Ал үлкен сапарға аттанып жатсың, жолың оң болсын, аман барып, аман кел. Ал халқым жұртым жүріңдер, үлкен тойға кигіз үйге жүріңіздер. Bismillahirrahmanirrahim. Мынау қазақтағы салт дәстүрлердің бірі қырқынан шығару, сосын кейін ырым тыйым дегендері бар. Соның аздап көрінісін көрсетеміз. Баламызды қырқынан шығарамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ат болғанның белгісі, ата-ананың жоралғысы дейді. Қарағым, кішкентайымызды әкел. Мынау ауылымызды, көрші қолаңызды шақырып, кішкентайымызды қырқынан шығартына Наурыздың қарсаңында. Сол сіздермен қуанышымызды бөлісейік деп жатырмыз. Ал енді кішкентайымды әкел. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал енді мына қырқынан шығарар рәсімнің өзінің тәртібі бар екен. Мына ұл баланы қырқына жеткізбейді екен. Өйткені келешекте үйленген жағдайда қалың малы аздау келсін дегенде, сұрасын дегендей қыз баланы асырып шығарады екен. Енді мына біздің кішкентайымыздың қырқына шығаруына мынау ауыл маңымызды түгел жинап тойлап жатырмыз. Ортақтасыңыздар. Кішкентайды қырқына шығарар кезде ең бірінші судың жылылығын тексеріп алады екен. Бүйтіп, ол кездерде енді қазірдей заманауи жағдай жоқ. Өстіп суды тексеріп, баланың шошымау жағдайын ойлап, жаңа кішкентайды суға салып, әбден шомылдырып,
сосын кейін 40 қасық дайындалған суға мына жерде мінекей сүт құяды екен. Көңілі сүттей ақ таза болсын деп. Сосын кейін мына қолымыздағы алтындай жарқырасын, күмістей жарқырасын, таза болсын деп мына күміс білезіктерді, мынау күміс тиындарды салады екен. Асық салады екен. Асық дегеніміз мынау қорасы малға толсын дейді екен. Сонымен мені қыздар, келіншектер, ағайын жиналыңдар, көрші болыңдар. 40 қасық суын жасап ырымдаңдар. Сосын баламыз тоңып қалады, киіндірейік. Ал 40 қасық су рәсімін жасайық. Баламның басына бақ қонсын, белдеуіне мал кетпесін, дені сау болсын, өстіп бүкіл жақсы ырымдарды айтып, жаңағы 40 қасық суымызды құямыз. 40 қасық су құйғаннан кейін баламызды алып алдымызға жаңағы сүт тырнағы деген болады екен. Сол сүт тырнағын аламыз. Сосын қарын шашы деген болады екен, соны аламыз. Сүт тырнағы мен қарын шашын мына баланың ырымдап тырнағын алыңдар, біреуін ырымдап шашын алыңдар, бісміллә деп. Сосын кейін оны жерге баспайтын жерге көмеді екен. Не болса шашын оң жақ иығына түйіп байлауға болады екен. Міне мынау ақ орамалға жаңағы шашыменен тырнағын салып, ырымдап жаңағы ел баспайтын жерге көміңдер. Сосын кейін мынау ит көйлекке бір уыс кәмпит жаңағы тәттімізді салып, иттің мойнына байлап жібереді екен. Енді екінші ырымы, бұның жаңағы ауылда келіншегіміз келген келініміз ауыр аяқты болмаса, сол ауыр аяқты болмаған келіншекке қолымыздан жаңағы тәтті дәмдімді қосып жаңағы береді екен. Енді ұлың болсын ұлықты, қызың болсын қылықты, немерелер жетіп қай, көре бер шай қызықты. Енді бізді үйден ашыңыздар, тойдан мен ауыз түйіңіздер бәріңіз келіп. Ал енді мынау тойдан тоқықтай деген тарағып алыңыздар ма күмісті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ырымға сай шөппен, ағажықпен, малдың тоқ шөбімен жасалған. Шөппен жасалған себебі, жасыл шөппен жер шөп болсын, жайлау құтты болсын деп жасалған. Ағажықпен ешкімнің ағажығын аттамай, шыншыл болып өтсін деп, жақсы білесімен болсын деп жасалған. Малдың тоқ шөбімен жасалған себебі тоқ болсын, беліміз тоқ болсын, баламыз тоқ болсын деген ниетпен жасалған. Аз қыз балам, қаз балам, адам бастан мәз балам, өмірің кешейін, адам есейін. Қаз балам, қаз балам, адам мәз балам. Örümceğin sağlıklı kesiyi. Қошемет көрсетіп отырайық. Қаз балам, адам бастан емес балам. Адамды салмай, басқанын салайық. Құтты болсын қадамын, өмірде аға баса бер. Асынауға кетемен балам. Домбыраны ма? Не дедім домбыраны алды? Үлкен күйші әнші болады екен. Құтты болсын. Айтқаныңыз келсін, құрметпен. Шығармашылық сайыс қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ортаға әншілер өзінің өнерін көрсетеді. Яғни Күзімханова, яғни Жұмабекова, Мәкен әжеміз
Қазақтың халық әні Сәулемай әнімен ортаға шақырамыз. Қол соғып, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Asıl tasdan çıkardı, üniyer tasdan çıkardı деген сөзді білемін. Әжем, сіз тігіп берген ұлттық киіміңіз маған Бері қарайшы. рахмет айтамын. Сіздер үкіметтеріңізге Ақтоғай абай.
жанарым, көңілім бостан тамағым, жамансың. Сен ойдан марығым, сіңді әркез сағынып, сағына қалдым бағылып махаббаттың. Асылдан ауқатынып, сәулесі түнге шағылып, асынан жүрші табылып, шапағатым. Асылдан ауқатынып, сәулесі түнге шағылып, асынан жүрші табылып, шапағатым. Жаққан ертегім, сенсіз ертеңім, бір қызы өзің өлкенің түсінмені. Үрлеген жүрек шеркенін, көз тоймас менің көркенім, сезімнің күйін шеркенін түсінмені. Үрлеген жүрек шеркенін, көз тоймас менің көркемім, сезімнің күйін шеркенін түсінмені. Әр наурыз құтты болсын ағайын. Бұл өмірде өткенде жананашым жаутаңдадың баладай, қош айтысып мен ауылдан кеткенде, есен аман жүрмесің асыл ана, уақыт көрнек салған ба шашаңада. Қуандым бар сағынып, атқан күнге мұңайдым ба тамығып, батқан күнге асыланам. Саған деген сезімдерім жетер ме?
жүз алмайын бұл өмірден өткен мен жаман ашам өмір болып басталады өзіңнен туған жерім ата қоныс мекенде есен аман жүрмісің асыл ана уақыт түрнек салығын бар шаршаңада туғандың ба сағынып атқан таңға мұңайдың баба тамағып батқан күнге асылына. Ал мынау оқушым Захан Иса Балқаш халқына арналған өзінің өлеңін оқиды. Мынау Балқаштың 80 жылдығына арналған өзінің көрмем. Мұз қойнауында балқыған ортақ еді, шашубайдай кешілердің тамған желі. Көкшекілін әр қашанда мақтан тұтқан Балқаш деген қазақтың алтын жері. 80 жасын тойлап жатыр Балқашым, тарихта ойып алған нақласын. Ағыбайдай батырға ескерткіш ашып, осы ізімен мақтанудан мыс шаһарым. Мысшыларым мыстар меңгерлеген, әншілерім әніменен тербеткен, кең өсілген ұлан ғасыр қаламның еңбегімен 80 жасын көркеткен. Мағауияның атындағы сарайын, күмбірлетіп сайысымен сарайын, болып жатқан берекелік іс-шара, сыбағасы 80 жылдық тойымыз. Әжемнің өз қолынан шыққан тоқыма бұйымдары менен құрақтарын назарларыңызға ұсынамыз. Мына менің алдымдағы 80 жылдық тарихы бар машине шешемнен қалған қала мен жасты осымен өнерімді мінекей ортаға салам, ортаға назарларыңызға ұсынамыз. Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған сағынышым сарылмандай самсаған, әке болып жүргенімдей ұмытып, әлі күннен еркелеймін мен саған. Әке болып жүргенімдей ұмытып, әлі күннен еркелеймін мен саған. Дайман асыры салған қаңғырда, қозыдаймын ойнақтаған қалбырда, өзім бірдай қысылмаймын көруге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Өзім бірдай көруге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Мен өзіңнен қабылдаппын сүюді, мен өзіңнен қабылдаппын сүюді. Сенің жағың жүрегімге ораулы, менің жаным жаулығында түйулі. Сенің жаның көгімге ораулы, менің жаным жаулығында түйулі. Менің жаным жаулығында түйулі. Қошеметтеріміз сахна төрінде есен бала әжеміз сыңғырмасын Бір жазаға тенеді, есімде қайғанысы сұлу.
Ертең сонда баратын еді, толқынға қыбыр бірі солу. Ақсақса сарыбірін тердер жүрегіңді өзіңнен қуаның айналсын. Жай қалған күрші жаралған шаттық үшін қайран солсыз сұлу қайдасың. Тұрғандай қарап толқынды сырға бір сұлу әсем жан сыры. Сәуле ойнап жатқандай суда көзімнің ерке жарқылы. Аңсатса сырбірін тербер жүрегіңді өзіңмен толғанып айналсын. Жай қалған күршін жаралған шаттық үшін қайран солсыз сұлу қайдасың. Сұлу қайдасың. Осымен біздің сайысымыз аяқталды. Сіздердің қаттырақ соғылған алақандарыңызбен біз Әділқазы алқасын сахнадан шығарып салайық. Ол кісілер әділ бағасын беріп ақылдасып алғанша. Ал біз той төріне ортаға бүгінгі кешке Балқаш қаласының 80 жылдық мерейтойына орай отбасылық салт дәстүр сайысы өз мәресіне жетті. Жақсы сөз жарымыз дегендей, оның себеп сылтауы да көп. Дастархан қайырса да, баласы атқа болса да, келін түсіріп қыз берсе де, алыс сапарға шықса да, адам өмірінде кездесер ірілі ұсақты қуаныштар кезінде қуаныш иесіне, той иесіне, тағы да басқа жақсылықтарды ата-бабамыздың қол жайып, ақ тілек тілеп, ақ бата беру біздің дәстүріміз. Ақсақалдарымызды ортаға шақырып, құрметті көрермендер, бұл бата сайыс емес, алыстан 6 жасар бала келсе, ауыл ақсақалы келіп сәлем берген. Сондай-ақ ақ бата беруге келіп отырған жасты толқынды бауырларымыз да бар. Яғни ортаға бүгінгі кешімізге, мерекеге арнайы келіп отырған Сыбанқұлов Түйшіпбек ақсақалымызды ортаға шақырып, елге ақ батасын алып келген екен. Наурызыма жиналған балқаштықтар, баршаңызды жаңа жыл наурыз мейрамымен құттықтаймын. Ал енді өзіме келетін болсам, тобықты жуантаяқ Сүтбайдың немересімін. Сыбанқұл Зөреш әке-шешемнің кенжесімін. 74 келген зейнеттемін. Атым Түйшіпбек. Сіздердің алдарыңызға наурыз бата беруге келіп тұрмын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдайым құлындегі, мұқаметтің бетіндегі. Мынау келген наурыз мереке мейрамымыз құт береке әкелсін халқымызға. Ақ мол болсын. Ұлыс ақ болсын. Даламыз ырысты болсын. Күніміз қылышты болсын. Даламыз ырысты болсын. Күніміз қылышты болсын. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Даламызды Алла бәледен сақтасын, қауіп қатерден сақтасын. Табиғат апаттарынан сақтасын. Ел-ергесі мықты болсын. Басымыздан бақ кетпесін. Ақ тілектеріміз қабыл болсын. Осы наурыз бата берген күні Алла тек қана жақсылық әкелсін. Ұлыстың күні күні берген батам қабыл болып, аспанымыз ашық, халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Тойға ұласып, тек қана жақсылықтар, амандықтар халқымызды осындай жағдайда көрсетуге жасын. Әмин. Қолдасын қыдырата, қайда жүрсең де жолың болсын, көптен тілегі қабыл болсын. Қайырлы қып дәулет берсін, ғұмырлы қып өмір берсін. Жамбыл атамның жасын берсін, Абай бабамның ақылын берсін.
Әуелі Алла оңдасын, пайғамбар болсын, жолдасын. Ұлылар сендерді қолдасын, сапарларын сәтті болсын, оқуларын нақты болсын. Замандарын шаттыққа толсын, өмірлерің бақытты болсын. Таланттарын өргөрлесін, құлаштарын кең сермелсін. Осы жиналған әр жастың бақ жұлдызы сөнбесін. Өсіп өніп ер жетіңдер, жамандықтан безініңдер. Ақты ақ деп бағалаңдар, қараны қарала деп қаралаңдар. Өзектерің талса өзен жағалаңдар. Басқа іс түссе көпшілікті паналаңдар. Өздеріңе өздерің кәміл болыңдар. Халқыңа әділ болыңдар. Жауыңа қатал болыңдар. Достарға адал болыңдар. Өсіп өніп ер жетіңдер. Аумин. Өзімді мен құлақ салғым сөзімнің тыңдап арқын. Руым батай найманнан таралады. Әр қатамыз бәди болып саналады. Иманғали, Мұрат, Серік, 7 атамды осылай таратамын. Әлшер атты есімім танып алғын. Жарқырап, жанып ұшқан от жанарым. Намысты қолдан бермес елдің ұлы. 16-шы мектептің біз ұланы. Қолыңды жай жамағат, мен бір бата берейін. Әуелі Алла оңдасын, барысты өзі қолдасын. Көрген қызық мерейін, тойдан тойға ұласын. Ниеттерің ақ болсын, наурыздың ақшағарындай, бастарыңа бақ қонсын. Шашыңның барлық талындай, санасы өсіп адамның, көңілде кір қалмасын. Құты қашып жаманның, жақсылық тапсын жалғасын. Таза болсын ауамыз, тыныш болсын даламыз, түгел болсын нуымыз, тұнық болсын суымыз. Қатыгездік жоқ болсын, ниеттерің ақ болсын. Қазағым, наурыз айын құтты болсын, малдарың аман төлдеп сүтті болсын. Ағайым әр қашанда қоғамдасып, ылғи да ту тәтті болсын. Жақсы боп ел жұртымның қалжақтайы, әр үйдің ойнақтасын тайлақтайы. Уа халқым, бауырың бүтін болсын, сартылмас құтын болсын. Күніміз ұлысты болсын, жеріміз ырысты болсын. Елбасы бірлікке себепті болсын. Осы бата қабыл болсын. Әумин. Әумин айтқаныңыз болады. Және де шағым болса да өзімнің ақ батамды алып келдім. Сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейін. Ықыласпен қол жайса барсаң жол болсын, денсаулығың сау болсын, абыройың сау болсын. Сабаң тосын қымызға, шараң тосын уызға. Наурыз айында оң болсын тілегіміз, ақ мол болсын деп тілеген халықтың ұрпағымыз бата берген ақсақалдарымызбен бауырларымызды ортаға шақырайық. Қол соғып қошемет көрсетеміз. Балқаш қаласының 80 жылдық мерейтойына орай отбасылық салт дәстүр наурыз қарсаңында халқымыздың қасиетті дәстүрінің бірі ақ тілек бата беру. Қазақ халқының асыл қазынасын жаңғырту мақсатында бата беріп, мерекеге үлес қосқан үшін Тиышбек ақсақалымызға мың рахмет. Сондай-ақ мерекеге үлес қосқан үшін Мырзабек ақсақалымызға рахмет. Сондай-ақ Жанболат Бөлегенге алғыс жариялаймыз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сондай-ақ Әлшер Мұратқа рахмет. Сондай-ақ Тұрар Бағланға рахмет. Мыңдаған рахмет, Алланың разы болсын. Қол соғып қошемет көрсетіп қойыңыздар. Біз әудемейтін қазақ жоқ қайырдақтағайын әжелеріміздің бір тамаша әсем әні болсын, білгендеріңіз қосылып отырайық.
біздің әділқазылардың шешімі дайын болғанша, ой менен бүләк етіп беріп жатыр әжесіне. Қошеметтеріңіздегі жұт болсын. Бүгін бір жақсы мереке болып жатыр. Мына біз биылғы жылы біздің қаламыз Балқаштың тұрғанына қалалық мәртебесі алғанына 80 жыл толып отыр. Осыған орай Наурыз мейрамы қарсаңында отбасылық салт дәстүр әжелер байқауы өтіп отыр. Бұл енді біздің қаламызда бірінші рет емес. Мынау еліміз тәуелсіздік алғаннан бері сан түрлі мерекелер осындай салт дәстүрге қатысты мерекелер өтіп келе жатыр. Бүгін енді сондай бір жақсы шара өтті. Осыған қаламыздан 8-8 қатысты. Енді әжелердің осындай ұлтымыздың ежелгі ағыздан келе жатқан дәстүрлерін ұмытпай, соны халыққа, көпшілікке жеткізіп, оны сахналық көрсетуге жеткізіп жатқандықтарына тәнті болдым. Сондықтан әжелерге ең әуелі осы мерекеге қатысып, сайысқа қатысып өздерінің өнерін көрсеткендеріне сіздерге мыңда бір рахмет. Немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріп, алдағы уақытта осы халқымызды, елімізді қуантып елімізді тілектеспіз. Ал енді біз енді бағанадан бері осы отқан қатысқан әжелердің өнерін талдап, кішкене саралап көрдік. Қазылар алқасы біраз дауласып қалдық. Бізге енді шын мәнінде де қиындау болды. Өйткені әжелердің бәрінің өнерлері, олардың айтқан әндері, бәрі де көпшіліктің, сізде де көріп осы көпшіліктің жүрегіне ұялағанды. Сондықтан енді бәйгеге мына
жарысқа қатысудың өзі, орын алуымыз, қатысудың өзі бір нәрсе болды. Үлкен осы кісілердің қатысқан өнерлерінің баршасына рахмет айтып отырып, әрине жарыстан кейін оның жүлдесі болады, бас жүлдесі деген бірінші орын, екінші орын деген сияқты. Сондықтан оған қатысты орын алмадым деп ренжімеңіздер. Біздер де қазір Қазылар алқасы шешімінде мынандай алғысы қатысушылар алғысы Балқаш қаласының 80 жылдық мерейтойына орай отбасылық салт дәстүр наурыз қарсаңындағы халықаралық халқымыздың қасиетті дәстүрлерін дәріптеп, соның асыл қазыналарын жалғастырған мерекелік өнер көрсетулерінің үшін осы хатпенен Күземханова Рахым осындай алғыс хатпенен Жақупова Ақмарал Сәке алғыс хатпенен Есенбала Мыңбаева Нүркеева Қалынкүл Üçüncü orun otbasılık salт-дәстүр наурыз мерекесі қарсаңында халқымыздың қасиетті салт-дәстүрлерін дәріптеп халыққа баршамызға көрсеткен үшін Жұмабекова Мәкен апай әжелердің ішінде де үлкені енді бәріне өнеге үлгі болып өзі бастап осылай деген үшін әже сізге көп рахмет, жасыңыз ұзақ болып немерелеріңіздің қызын көре беріңіз. Екінші орын Жұмабала Бүздүсіпова. Сайыстың бас жүлдесі бірінші орны Шәкизат Саттарова. Бас жүлде Дана Үмекешова. Рахмет сіздерге. Мынау халқымыздың керемет дәстүрлерін тіпті кейбір біз өзіміз ұмыта бастаған дәстүрлерді көрсетіп, соны жаңғыртқан үшін бұл кісілерге зор рахмет алғысымызды айтамыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті көрермендер, құрметті ағайындар, сіздерге де мұнда бір рахмет. Осы мен отқан көктем мерекесі құтты болсын, ұлы сол болсын, ақмол болсын, келесі жүздескеше сау сәлеметті болыңыздар. Әжелер, ортада қалыңыздар, суретке түсеміз.